Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге арахисовый пастаның құрамымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге арахис керек болады. Оны блендердің көмегімен үгітіп аламыз. Арахисіміз үгітілді. Енді оны дайындайтын боламыз. Ол үшін кастрюльге сүт құйып, үстіне азғана арахис салып, қасықтың көмегімен езгілеп араластыратын боламыз. Енді үстіне азғантай қант алмастырғыш салып, қасықтың көмегімен қатты жылдамдықта езгілеп араластыратын боламыз. Енді арахисімізді осылай қоюланғанша бірнеше рет араластыра отыра жасаймыз. Осындай болуы қажет. Енді оның астын өшіріп, суытатын боламыз. Осымен біздің арахистен жасалған пастамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса комментарий қалдырып, арнаға тіркеліп кетіңіздер.